Отыра қойыңыздар. Сабағымызды бастайық. Жүйеге мысал келтіре қояйықшы. Айта қоймайды. Аққу құстардың қанаттары. Тағы айта беріңіздер. Мына жерде сағаттың маятнигі. Тағы тарасының тілі қозғалу. Адамның жүрегі, мотордың қозғалысы. Машина моторының қозғалысы. Ағаш бұтасының қозғалысы. Мұнай қондырғысының қозғалысы. Су және қайық жүйесінің тербелісі. Иә, онда дұрыс. Желкеннің тербелісі, жалаудың желбіреуі жел соққанда, онда тербеліске, еріксіз тербеліске жатады. Сосын аттың жүрегі, аттың шабысы бәрі механикалық тербелістерге жатады. Рахмет. Енді төмендегі сұрақтарға жауап бере барайық. Енді бұл табиғаттағы механикалық тербелмелі жүйелерге мысал. Енді біз осы тербелістердің нақты ережелерін, нақты анықтамаларын айтып жіберейік. Қандай қозғалыстар тербелмелі қозғалыстар деп аталады? Механикада тербелістер деп дейін бірдей уақыт аралығында дәлме-дәл немесе жуықтап қайталанып отыратын қозғалысын айтады. Енді екінші сұрақ, қозғалыстың басқа түрінен осы тербелмелі қозғалыстың қандай айырмашылығы бар? Тербелмелі қозғалыс кезінде дене тербеледі. Ол периодты түрде қайталанып отыр. Рахмет. Енді бүгінгі сабағымыздың тақырыбы, дәптерлеріңізге жазып ала қойыңыздар. Күннің сабағымыздың тақырыбын математикалық және серпілі маятниктердің тербелісі деген тақырыпты бүгін зерттеп тапсырмалар орындаймыз. Сабағымыздың мақсаты әртүрлі тербелмелі жүйедегі тербелістің пайда болу себептерін түсіндіру және маятник тербеліс берудің әртүрлі параметрлерге тәуелді екенін зерттеуіміз керек. Бізге бұл сабаққа енбес бұрын қазіргі отырған тобымызға екі тапсырма беріледі. Сол тапсырмаларды біз енді қайсысы бізге сәйкес түсетінін мына парақшаларды таңдап ала қойып. Парақшаны таңдай жүрші. Қандай сұрақ түсті? Бекжан, сізде қалғаны қандай? Маятник. Серіппелі маятник. Бақытжан, сіздердің топтарыңызға қандай тапсырма түсті? Математикалық маятник екен. Ал балалар, енді осы тапсырманы алдарыңыздағы интернетте, желісіндегі алынған мәліметтерден, оқулықтарыңыздан, плакаттардан, барлығынан осы екі өздеріне бөлінген тақырыпты зерттей қойыңыздар. Бір-біріңізге түсінетіндей қылып, зерттеп, топтап талқылап, ойларыңызды бөлісіп бір жерге жазып, сосын ортаға шығып дәлелдейміз. Зерттеулерімізді айтамыз. Алдарындағы ақ қағазға мәліметтерді түсіре беріңдер. Мына жерде екі маятникті дайындап қойдым. Соны сіздерде қайсысы математикалық маятник, қайсысы серіппелі маятник екенін өздеріңіздің тақырыпшаларыңыз бойынша мәліметтерді жинағандар тауып аласыздар. Сосын сол маятникті қастарына алып келіп, столдарында соны дәлелдейді. Қайсысы сіздердің математикалық маятник? Кеп аламын. Бекжан, сіздердің маятнигіңіз қайсысы? Серіппелі маятник астынан сұрақ. Тербелісін сіздерде сұрақтар әртүрлі үш түрлі мәлімет бар. Жалпы математикалық маятниктің ережесін қарайсыздар. Сосын математикалық маятниктің тербеліс периоды, оның қандай шамаларға тәуелді, қандай шамаларға тәуелсіз, соны зерттейсіздер. Жаңағы бірінші, екінші ұзындығын қысқарту, массасын өзгерту, бәрін қараңыздар. Сіздерде серіппелі маятниктің тербеліс периоды қандай шамаларға тәуелді, қандай шамаларға тәуелді емес екен. Анық жеке-жеке жағы қараңыздар. Периодын қарап, мынау қараш, ұзын деген тербелісі аз, ал қысқаның тербелісі көп. Әлі көп тербелді.
Oyunumuzda ballar vakit аяқталды. Белгіленген уақытымыз аяқталды. Ал 1, 2, 3 барлық жұмысты қалаусамыз тастаймыз. Енді зерттеген мәліметтерімізді бөлісуге шыға қоямыз. Бірінші математикалық маятник тасымыз. Маятник математикалық ауру күшінің әсерінен тербелмелі қозғалыс жасайтын материалдық нүкте. Егер маятник тепе-теңдік күшін алсақ, онда ол әсер етуші күштерді тербелмелі күштің әсерінен бастап тепе-теңдік күшіне қайталайды. Математикалық маятникке мысал ретінде осындай тәжірибе жасай аламыз. Егер де біз массалары әртүрлі, бірақ та ұзындықтары бірдей жіпке массалары әртүрлі жүріп қоятын болсақ, олардың ең соңындағы қозғалысы тоқтағандығы бір уақытта болады. Ал егер де оның ұзындықтары әртүрлі де жүктері бірдей болатын болса, мысалы, олардың ең соңындағы тоқтаған уақыты әртүрлі болады. Біздің ұзын жібіміз жай қозғалса, ал қысқа жібіміз ұзын жібімізге қарағанда тезірек қозғалады. Жалпы математикалық маятник деген анықтамасы қандай? Математикалық маятник математикалық ауырлық күшінің әсерінен тербелмелі қозғалыс жасайтын материалдық нүкте. Маятниктің ұзындығы өзгертпей, оған массалары әртүрлі жүктер ілінсе, маятниктің тербеліс периодының өзгермейтіні байқалады. Демек, математикалық маятник периоды жүктің массасына тәуелді болмайды. Егер де біз осы ұзын жіпке массалар әртүрлі жүгілетін болсақ, олардың қозғалыстары бірдей болады. Сондықтан ол оның массасына тәуелді болмайды. Маятник неғұрлым ұзын болса, тербеліс периоды соғұрлым үлкен болады. Математикалық маятниктің периоды тербеліс амплитудасына тәуелді болмайды. Сонда біз қорытындылай келе, математикалық маятниктің амплитудасына және массасына тәуелді болмай, тек ұзындығына тәуелді болатынын түсіндік. Біз ең соңында математикалық маятниктің формуласы, тербеліс периодының формуласы тақтаға жаза қойып. Басқа балалар отырған дәптерлерімізге жазып отырамыз. Яғни математикалық маятниктің тербеліс периоды ұзындығына ғана тәуелді болады. Маятниктің ұзындығына тәуелді. Ал массасы менен тербеліс амплитудасына тәуелсіз екен. Отыра қойыңыздар. Ал келесі топ топтың жинақтаған зерттеуін мына зерттеуге ілінген дискон тербелісін қарастырсақ, мұнда қарапайым тербелмелі жүйені зерттеулі маятник дейміз. Егер серіппе ұзындыққа созылса немесе ығысса, онда дене тепе-теңдік күйіне қайтаратын F күші туындайды. Ұзару шамасы азғандай болған кезде бұл күш серіппенің ұзаруына пропорционалы, яғни бұл заң бойынша жасалады. Бұл заң тақтаға жаза қойып, формулаларды тақтаға жаза беріп. Ығысу шамасы x неғұрлым үлкен болса, a үдеуі де соғұрлым үлкен болады. Яғни ең үлкен ығысуға ең үлкен үдеу сәйкес келеді. Алынған нәтиже серпімділік күші әсерінен болатын тербелістің периоды амплитудаға тәуелді болмайтынын көрсетеді.
Осындай күйде серпілім яғни маятниктің тербеліс периоды тек жүк массасы мен серпіннің қатаңдығына тәуелді болады. Соныменен серпе маятниктің тербеліс периоды қандай шамаға тәуелді болды? Масса мен серпенің қатаңдығына тәуелді екен. Отыра қойыңыз. Енді балалар, сіздердің осы зерттеулеріңізде мынандай жолға келдік, мен сөздерді аяқтай қояйын. Математикалық маятникте массаға тәуелсіз, ал серппелі маятникте массаға тәуелді. Және ол серппе қандай материалдан жасалып тұр? Сол материалдың қатаңдығына тәуелді. Серппе жасалған материалдың қатаңдығына тәуелді. Ал математика және екеуінде де математикалық маятникте, серппелі маятникте амплитудаға тәуелді емес. Амплитудаға тәуелсіз. Шатаспас үшін осыны мұқтар естеріңізге сақтап алыңыздар. Математикалық маятникте массаға тәуелсіз, ал серппелі маятникте массаға тәуелді болады. Жақсы. Бұл тапсырмаларды енді біздер PISA халықаралық зерттеулерінде біздер осы тербелістерге есептер келеді. Математикалық маятниктің тербелісіне, серппелі маятниктің тербелістерде есептер келеді. Сондай тапсырмалар болады. Егер сол зерттеулерде мына жерде бір-екі есепті алынып тұр. Сол есептерді қарай қойыңыздар. Біздің қазіргі айтылған мәліметтерімізден осы есептердің шешімін шығаруға болады. Бірінші, математикалық, жақсы көрініп тұр ма балалар? Математикалық маятниктің массасы 2 есе артса, тербеліс периоды қалай өзгереді? Мұқият менің есептің бергеніне қараңыздар. Математикалық маятникте, ал массасы 2 есе артса дейді. Не екі маятник тұр? Математикалық маятник және серппелі маятник тұр. Қайсысының массасына бізде тәуелді еді? Қазір ғана айттық. Кім айтады? Айта қойыңыз. Ана дайсың ба? Ал айта қой жауабын. Математикалық маятник периоды жүк массасына тәуелді емес. Яғни масса өзгерсе де период өзгермейді. Сондықтан бізде массаға серпімділік маятнигі тәуелді болады. Тек қана серпімді маятник қана тәуелді. Математикалық маятнигіміз міне ғой, енді осының массасына жаңа бірінші тоқ айтқандай, массасы қандай болса да ол ілінген жүктің массасына тәуелсіз. Оны ол n есе өзгертесіз бе, 2 есе өзгертесіз бе, периоды өзгермейді. Жақсы, рахмет, жауабымыз қанағаттандық. Ал екінші сұрақта былай дейді, тербеліс периоды Т0 ғой, Т0 болатын математикалық маятниктің ұзындығы, енді ұзындығы n есе артса, оның периоды қалай өзгерер еді дейді. Ал есепті қараңыздар, шығарып қараңыздар, енді формулаға қойыңыздар. Мана математикалық маятниктің массасы болды. Оны біз бірден айтуға оңай. Яғни массаға тәуелсіз екенін білеміз. Ал енді мына жерде тербелістің маятниктің ұзындығы деп тұр. Ұзындығын n есе өзгертсе, біздің формуламыз өзгерер ме еді? Мынау математикалық маятниктің формуласы екен. Тербеліс периодының формуласы. Енді осы L ұзындықты n есе өзгертсе, қандай өзгерістер шығар еді? Өз есепті шығарып болған екен. Балалар, дәптерлеріңізге жазып ала қойайық. Жинақтай келге тербеліс периоды түбірасында n есе артар еді. Жақсы, рахмет. Енді балалар, келесі біз осы тақырыптан бүгінгі жұмысымызда төрт нәрсе не үйрендік, қандай мәлімет алдық. Және бұрыннан білетін 3 нәрсемізді, және әлде де білгіңіз келетін 2 нәрсені мына пирамидаға апарып стикерге жазып не қойыңыздар.
сыйлайған үстіне жақсыра бер. Сонымен біздер балалар қазіргі пирамидаға ілінген стикерлер бойынша сіздердің бұрыннан білетініңіз көп екен және білгіңіз келетіні бірталай мәліметтер бар екен. Ол сұрақтарға келесі сабақта мыналарды стикерлердегі сұрақтарға келесі сабақта жауап беруге тырысамыз. Сау болыңыздар, сабақ аяқталды. Бұл тапсырмасын жазып алсаңыздар.